Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз төсек жабдықтарының пододеяльнигін тігеміз, яғни көрпе тысын тігетін боламыз. Матаның ені 240 см болу керек. Көбінесе түрік маталары осындай енді болып келеді. Ол үшін сіздерге осылай сызып көрсетейін, түсінікті болу үшін. Бұл бізде көрпе тысының ені және ұзындығы болып келеді. 200 см ені, 220 ұзындығы. Бұл 2 адамдық евростандарт бойынша өлшем. Осы өлшем бойынша сіздерге көрсетейін. Матаның ені 240 см дедік. Ол біздің пододеяльнигіміздің ұзындығына кетеді. Бізге 2 қабатты мата керек. Сондықтан осылай сіздерге көрсетейін. Біз осылай тігеміз. Үстіңгі жағын, ұзындығын және астын тігеміз. Астыңғы жағына біз осындай жырық қалдырамыз. Бұрынғы кезде осылай ортасынан немесе шетінен көрпе салатын жырығы болған. Ал қазір біз астынан қалдырамыз, себебі көрпенің екі жағында қолдану тиімдірек. Енді біз ұзындығынан, енінен, әр жағынан плюс 2,5 см тігісіне аламыз. Осылай өздеріңізге өлшемін шығарып алу үшін сызып санап алсаңыздар болады. Одан кейін матаның усаткасы болады, яғни мата жуған кезде отыруы мүмкін. 100% хлопоктар 5 см-дан 10 см аралығында отырады. Енді міне санап жазайық. 200 см плюс 200 5 см тігісіне плюс 5 см усатка. Сонда біз 4 метр 10 см еніне мата керек екен. Осынша мата сатып аламыз. Одан кейін ұзындығын өлшеу үшін 220 қосу 5 см тігісіне 5 см усаткасын аламыз. Сонда бізге ұзындығы 230 см кетеді. Біздің матаның ені 240, бізге керек 230. Сондықтан біз үстіңгі жағынан 10 см қиып алып тастаймыз. Енді біз 10 см алып тастаған соң қандай кезекпен тігеміз? Яғни бірінші үстіңгі жағын біріктіріп аламыз. Одан кейін жанын біріктіріп аламыз. Одан кейін астыңғы жырықтарын тігеміз осы кезек бойынша. Одан кейін ортасындағы жырықты өңдейміз. Енді осының барлығын сіздерге тігін машинасында матамен қалай тігу барысын көрсететін боламын. Жаңағы қиып дайындап алған матамызды оң жағын бір-біріне қаратып, теріс жағынан бастап тігеміз. Ең бірінші ені жағын тігеміз. 10 см-ді үстіңгі жағынан қию себебіміз астындағы кромкасы бізге жырық жасауға керек болады. Енді осылай шетінен отырып, бір қайтара, екі қайтара бүгіп, осылай шетінен тігеміз. Бұл тігіс өте төзімді, қанша жылда жусаңыз да сөгілмейді. Негізі көбі пастельді оң жағынан бір және де теріс жағынан бір тігеді. Ол бізде мына ішіндегі жіптер, солар шығып кетуі мүмкін. Сондықтан бірінші үйренген кезде осындай тігіспен қолдансаңыздар тез үйреніп кетесіздер. Артық жіптер болса осылай қиып алып отырамыз, немесе ішіне кіргізіп, тігістің ішіне кіргізіп жібереміз.
Мен бұл тігіспен тіккеніме уже 10 жылдан асып кетті. Ең астыңғы жағында закрепка жасаймыз, яғни алдыға, артқа, алдыға жүрісті айтамыз. Себебі біздің жібіміз сөгіліп кетпеу керек. Осылай қолмен бір жүргізіп өтіп, артық жіптерді қиып тастаймыз. Үстіңгі жағын тігіп болдық. Енді біз ұзындығынан бастап тігеміз. Астыңғы жағынан бастап жоғары қарай тігеміз. Басына закрепка жасаймыз. Жаңағыдай екі қайтара отырып, шетінен осылай тігеміз. Тігістің екі жағына, яғни басында және соңғы жағында закрепка жасаймыз. Енді біз жаңағы кромканы астына қалдырдық қой. Енді соны екіге бүктеп, нақ ортасын тауып аламыз. Осы жерден бастап, яғни бізге 80 сантиметр, екі қабатталып тұрғанда 40 сантиметр жерін осылай белгілеп аламыз. Сонда біздің екі адамдық тоғызбалка көрпеміздің тысының ортасында 80 сантиметр жырық болады. Енді бір шетінен алып, жаңағы белгіленген жерге дейін тігеміз. Бұл бізде кромка жағы, сондықтан бұл сөгілмейді. Кромкадан 1,5 сантиметр асырып, шетінен осылай тігеміз, бүрмейміз. Жаңағы біздің булавкамен белгілеп қойған жерге дейін апарып, закрепка жасаймыз. Закрепканы екі қайтара жасасаңыздар болады. Сонда тіккен жеріміз мықты болады. Мінекей біз бір жағын тігіп болдық. Енді осылай түзулеп отырып, екінші жағының шетін тауып аламыз. Енді осы шеткі жағынан бастап ортаға қарай тігеміз. Тура жаңағыдай закрепка жасаймыз басында. Кромкадан 1,5 сантиметр асырып отырып, осылай жаңағы белгіленген жерге дейін тігіп шығамыз. Екі қайтара закрепка жасаймыз, сонда біздің тігісіміз мықты болады. Енді осы ортасында қалған жырықты біз өңдеп шығамыз. Ол үшін осыны ашып, жаңағы тігістің ортасынан басып, ішкі жағынан тігеміз. Бұл жерге закрепка жасаймыз. Ине ішінде қалады, тек матаны мына бетке бұрамыз. Шетінен кромканы қайырып отырып, шетінен тігеміз. Осылай кромканы шетінен тігіп болып, мына бетіне келген кезде закрепка жасаймыз. Ине ішінде қалады. Матаны бұрамыз. Екі матаны бір-біріне қарама-қарсы қойып, тағы да закрепка жасаймыз. Сонда біздің ортаңғы жырығымыз рамка тәріздес болады. Ине ішінде қалады, тек матаны ғана бұрып отырамыз. Осылай шетінен кромканың шетінен тігіп отырамыз. Соңына келген кезде закрепкамен аяқтаймыз да артық жіптерімізді барлығын қиып тастаймыз. Міне ашып қарайтын болсақ, рамка тәріздес осындай болады. Өте мықты болады, сөгілмейді. Бұл жерге түйме қойсаңыздар да болады.
немесе осылай да қалдыруға болады. Енді осы көрпенің тысын аударып, шетінен үтіктейміз қазір. Тігісті осылай басып отырамыз. Үтіктің парын шығарып, осылай үтіктесеңіздер, тігістің барлығы жазылып, әдемі болады. Ортасына қалдырған жырықты барлығын тігістердің үстін осылай үтіктеп шығамыз. Сонда біздің осылай бүктегенімізге упаковка жасағанымызға жаңағы өте ыңғайлы. Осылай бүктеп, 4 қайтара тағы да бір рет үтіктейміз үстінен. Мен осы төсек жабдықтарын тігуді кәсіпке айналдырғандықтан осылай тұтынушыларға ұсынамын. Сіздерге пайдалы болса, каналға лайк басып отырыңыздар.